Қазақстан мемлекеттік қауымдастыққа кіруі. ТМД тәуелсіз мемлекеттер достығы. 1991 жылы желтоқсанның 8-інде Минскінде Ресей, Беларусь және Украина басшылары кездесіп, 1922 жылы КСР құрылу туралы келісімнің істесін жойылғандығынан және ТМД құрылғаны туралы келісімге қол қойды. 1991 жылы желтоқсанның 13-інде Орта Азия мен Қазақстан басшылары Ашхабадта кездесіп, Белжов келісімін қолдайтындарын мәлімдеді. 1991 жылы желтоқсанның 20-сында Әзербайжан, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан басшылары Алматыда 21 желтоқсанда ТМД-ны құру туралы келісім хатқа қол қояды. Қазақстан 1992 жылы 2 наурызда Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып қабылданады. 108 мемлекетке танылды, 70 мемлекетпен дипломатиялық қатынас орнатылды. Карта мен түстерге байланысты мүшелер, қауымдастық мүшелері, бұрынғы мүшелері, даулы аймақтар, бақылаушы аймақтар деп бөлінеді. Және де мүшелікте 10 мүше мемлекет кіреді. Ұйым түрі халықаралық ұйым болып саналады. Ресми тіл орыс тілі және де ол жұмыста ғана қолданылатын тіл. Төраға мемлекеттік басшылығы кеңесі Қасым-Жомарт Тоқаев, тұрақты өкілдер кеңесі Андрей Шведов, жауапты хатшы Сергей Ледев. Төраға ел Қазақстан. Құрылуының ресми жылы 1991 жылы 8 желтоқсан. Өзінің ішінде 11 құрылым бар. Олар мемлекет басшылары, үкімет басшылары, сыртқы істер министрі, экономика кеңесі, қорғаныс министрі, шекара әскери басшысы, ТМД экономика соты, ТМД қатысушы парламент ассамблеясы, достық, ТМД экономикасы, ТМД және атқарушы комитет болып бөлінеді. Осыдан басқа қазіргі жаңалықтарды сіздерге ұсынамын. Кеңесінің 46-шы отырысы аяқталды. Президенттер әуелі шағын форматта бас қосып, өзара серіктестікті нығайтудың жолдарын пысықтады. Отырыс барысында Түркменстан делегациясын бастап келген елдің вице-премьері Пурле Ағамырадов сөз алып, төрағалық міндетті сеніп тапсырған үшін мүше мемлекеттерге алғысын білдірді. Кеңейтілген кездесудің күн тәртібінде 2 сұрақ қаралды. Бірі, екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 75 жылдығына орай іс-шаралар жоспарын бекіту болса, екіншісі ғарыш саласын бейбіт мақсатта зерттеу. Әуежайда бүгін президенттер бортын бірінен соң бірін қарсы алып жатты. Бейресми саммиттің маңызды мейманы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Петерборда әдетте Ресейдің мәдени астанасы деп атайды. Бірақ бүгін бұл қаланың саяси реңкі басымырақ. Сүліктей қара көліктен шыққан қонақтар кітапхананы бетке алды. Әрине кітап оқу үшін емес, аймақтағы достас елдердің басшылары ұйымның кешегісі мен келешегін талқылайды. Үлкен зал, дөңгелек үстел, көптен көріспеген ТМД-ның көшбасшылары да коронавирусты талапты бұлжытпай орындауға мәжбүр. Оны отырған үстелдердің ара қашықтығына қарап аңғаруға болады. Сөз тізгіні жабық есік форматында жалғас. Себебі өткен 30 жылда айтпағанда соңғы 1 жылдағы жұмысты бір қайырып алу маңызды. Сонымен сандар не дейді? ТМД бүгінде 278 миллион халықты, яғни жаһан жұртының 4%-ін біріктіріп отырған аймақтағы алып құрылым. 2011 жылы достастыққа мүше мемлекеттер еркін сауда аймағын құрды. Биылғы қазан айындағы мәлімет бойынша достастық елдер арасындағы тауар айналымы 90 миллиард ақш долларынан асқан. ТМД-ның мүмкіндігі үшін бұл тым аз көрсеткіш дейді сарапшылар. Тағы қоса кетсем, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан ядролық қарусыз мемлекетке болу үшін 3 шарт орындалуын ұсынды. Бір, ядролық қару бар мемлекеттің болашақ Қазақстан ядролық қарумен шабуыл жасамау туралы кепілдік беру. 2, зымырандарға уран құнының Қазақстан қайтарылуы. 3, Қазақстан экономикасы қолдау көрсету жөніндегі келісімге қол қою. Ең соңғы сөздерімді айта кетсем, Қазақстан өзінің еркін қалау бойынша ядролық қарусыз мемлекетке айналды. Осынау тарихи қадамды жасай отырып, еліміз бірқатар принципті сәттерді айқындады. Қазақстан Республикасының бұрынғы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды өсіріп, өндірді, басқа мемлекеттерге көптеген үлес қосып, және де басқа мемлекеттер бізге үлес қосып, көптеген дамытты. Қазақстанға көптеген жақсылық жасады. Қазіргі кезде 50 мемлекеттің ішінде жүрміз. Сондықтан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа рахмет айтамын.